Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сабақтың тақырыбы дәстүрлі қазақ мәдениеті. Сабақтың мақсаты студенттердің бойына халқымыздың рухани байлығын сіңіру, ұлтымыздың дәстүрлерінен үлгі алу, насихаттау. Дәстүрлер жеке тұлғаның рухани адамгершілік қасиетін қалыптастыруға бағытталған күрделі қоғамдық қатынастар жүйесі. Көрнекті жазушы, этнограф Сейіткенже Ахметов қазақтың ұлттық дәстүрлері мен салттарын жіктеген. Олар: келін түсіріп қыз ұзатуға байланысты дәстүрлер, тәлім-тәрбие дәстүрлері, тұрмыстық, өмір сүрулік дәстүрлер, еңбек, кәсіптік дәстүрлер, діни салттар және жерлеу салттары. Келін түсіріп қыз ұзатуға байланысты дәстүрлер. Ертеде көңілдес, дос адамдар балалары дүниеге келмей тұрып-ақ бір-бірімен құда болысқан. Мұны атастыру деп атаған. Балалары бесікте жатқанда құда болу бесік құда деп аталған. Балаларды үйлендіру құда түсуден кейін жүзеге асырылды. Құда түсу қазақ халқының ежелден ұмытылмай келе жатқан міндетті дәстүрі. Жігіттің әкесі жақын туыстарымен қызға құда түсуге келеді. Қыздың әкесі құдалардың келуінен алдын ала хабардар болып, өзінің ағайындарын жинап, құдаларды үлкен салтанатпен қарсы алады. Бата аяқ құдалар арасындағы соңғы келісім. Екі жақтың алғашқы құда түсудегі келісімнен кейін күйеу жігіттің әкесі қалыңдық ауылына келіп, той уақыты, қалыңмал мөлшері, кәде-жора туралы келіседі. Бұл бата аяқ деп аталады. Қалыңмал күйеу жігіт жағы қалыңдықтың әкесіне мал түрінде қалыңмал төлеген. Киіт құдалар кетердің алдында қалыңдықтың әкесі оларға сыйлықтар таратады. Құйрық бауыр. Бауыр мен құйрықтан тұратын салттық қонағасы бұл құдалық бекітілді деген мағынаны білдіреді. Бұл салттан кейін шегінуге, яғни құдалықтан бас тартуға болмайды. Ондай жағдайда келісімді бұзған жақ қалың малды кейін қайтарады. Қынаменде. Бұл дәстүр құда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төлеген соң күйеудің атастырған қалыңдығын алғаш көруге келген тойы қынаменде деп аталады. Тәлім-тәрбие үлгі дәстүрлері. Шілдехана. Жаңа туған балаларға арналған той. Кешке жиналғандар сәбиге құтты болсын айтып, ән салып, домбыра тартып тойлайтын болған. Кіндік кесер. Қазақтарда кіндік шеше ұғымы бар. Кіндік кесу рәсімі ең құрметті әйелге, ақыл тоқтатқан әжеге тапсырылады. Бұдан кейін ол әйелге кіндік кесер жоралғысы тапсырылады. Бесікке салар. Салт бойынша бесікке баланы ру анасы, жұрттың бәріне аса құрметті ана салады. Қырқынан шығару. Туғаннан бастап 40 күн өткен соң әйелдер баланы суға түсіріп, шашын және тырнақтарын алады. Тұсаукесер. Бұл салтанатты бала жүре бастаған кезде өткізеді. Жіңішке ала жіппен баланың аяғын саулағаннан кейін шапшаң, пысық, көп балалы салиқалы адамға тұсау кесуді сеніп тапсырады. Салт ән күймен, игі тілектермен қоса жүргізіледі. Ертеде тұсауы кесілген балаға ат және ер тарту етілген. Базарлық. Алыстан жолаушылап келген адамның жақындарына және таныстарына келетін аса қымбат емес сыйлықтары. Бастаңғы. Ата-аналар үйден жолаушылап кеткенде, ересек балалардың өз қатарына ұйымдастыратын жастар кеші. Ол ойын-сауыққа толы болған. Енші. Әке үйінен бөлініп, отау тігетін балалардың үлесі. Ол дүние және мүліктен тұрған. Көгентүп. Егер қонаққа туыс адам немесе жақын таныс баламен келсе, үй иесі балаға мал, бұзау, құлын, қозы немесе басқа бір сыйлықты тарту еткен. Ашамайға мінгізу. Бұл салтанатты дәстүрдің бала тәрбиесі үшін үлкен маңызы бар. Бала 6-7 жасқа келгенде туысқандар жиналып, оны ертелген атқа мінгізеді. Қолына қамшы береді. Оған жігіт болдың дейді. Атасы бата беріп, әжесі шашу шашады. Арты үлкен тойға ұласады. Келесі дәстүрлер тұрмыстық дәстүр. Аманат. Отбасылық қымбат заттардың біреуге белгілі бір уақытқа сақтауға берілуі. Ат тергеу. Ұлттық дәстүр бойынша келіндер атасының, қайнағасының, қайынсіңлісінің атын атамай әртүрлі жағымды есімдер қойған. Мысалға, бай ата, мырза қайнаға, еркежан, көркем жігіт, тағы да сол сияқты атайтын болған. Айып. Айып төлеу күнә, кінәлі болу, соған байланысты айып төленеді. Әмеңгерлік.
отбасында қайтыс болған адамның әйеліне сол адамның інісінің немесе ағасының үйленуі. Бата. Елге сыйлы, абыздар, ақсақалдар, азаматтар беретін рухани тілектер. Дау талас. Жылу, материалдық көмек, әртүрлі. Нәубетке, өрт, жұт, топан су ұшыраған адамдарға мал, дүние түрінде жиналатын халық көмегі. Келесі көрісу. Батыс Қазақстан қазақтарының арасында кең тараған. 14 наурыздан бастап ағайындардың бір-бірімен сәлемдесуі. Көбіне жасы кіші адамдар жасы үлкендерге барып көріседі. Бұл шараның жастарды имандылыққа тәрбиелеуге үлкен маңызы бар. Қалау. Тамыр таныс адамдардың бір-бірінен өзіне ұнаған нәрсесін сұрап алуы. Дос жарандар қалаған нәрсені қиналмай береді. Қалаушыға да шектен шықпағаны дұрыс. Сүйінші. Қуаныш хабары. Сүйінші сұраушыға оның қалаған дүниесін беріп ризалайды. Сыбаға. Аса құрметті қонақтар мен жақын ағайындар үшін үнемі сақталатын үлес. Мысалға, ақсақалдар үшін бас, жая, жамбас, омыртқа, күйеулерге төс және әйелдерге құйымшақ сақталады. Келесі еңбек кәсіп дәстүрлері. Асар. Бұл ежелден келе жатқан үлкен шаруа тұсында үй салу, шөп шабу, қой қырқу, тағы да сол сияқты ауыл адамдарының бір-біріне сатусыз көмегі. Асар қазақ халқының бірлігін, жақынына қамқорлығын көрсететін белгі. Қымыз мұрындық. Қымызды бірінші тату. Бұған салтанатты түрде құрметті ақсақалдарды шақырып, батиқа алған. Өтініш. Ресми адамдар немесе ат көлігі жоқ, жаяу адамдар бір ауылдан екінші ауылға көшіп қонуға, баруға, ат, арба, тарантас, тағы да басқа сұрап алатын болды. Өтінішті ешқашан аяқсыз қалдырмаған. Келесі дәстүрлер ол діни салттар. Айт. Үлкен халықаралық діни мереке. Ораза айт және құрбан айт түрі бар. Ораза айт 30 күн оразадан басталады. Ақшалай құрбандық осы айда беріледі. Құрбан айт күндері қасиетті Меккеге қажылық ұйымдастырылады. Құрбан айтта әрбір мұсылман өз дінінің, аруақтарының құрметіне құрбандық шалады. Бұл мұсылманның негізгі борыштарының бірі болып табылады. Зекет. Ислам шариғаттарының шарттарының бірі зекет беру. Ол мал немесе асыл дүние түрінде беріледі. 40 қойдан 1 қой, 5 түйеден 1 түйе, 30 сиырдан 1 сиыр зекет беріледі. Пітір. Ақшалай салық. Жыл сайын үлкен ораза күндері адамдар арнайы мешітке барып, өлгендер аруағына Құран оқытып, ақшалай салық береді. Садақа. Ақшалай не басқаша бөліп беру. Жетімдерге, жесірлерге және басқаларға садақа беру әрбір отбасының қасиетті борыштарының бірі болып саналады. Жерлеу салттары. Араздасу. Қайтыс болатын адамның соңғы сөзі. Санасының барында отбасымен, жақын жұрағатымен қоштасуы. Иман айту. Өзінің дәмі таусылғанын сезген адамның өз-өзіне соңғы иман тілегін айтуы. Жаназа. Қайтыс болған адамды жерлеу салты. Молда қайтыс болған адамның барлық кінәсін жібереді, садақа беріліп, Құран оқытылады. Фидия. Қайтыс болған адамның қарызын өтеу. Қайтыс болған адамның өтелмеген борыштары, біреудің алдындағы міндеттерінің өтелуі немесе кешірілуі фидия деп аталады. Шет беру. Қайтыс болған адамның құрметіне берілетін қонағасы. Осымен біздің 6 жік аяқталды. Енді үй жұмысына тоқталайық. Үй жұмысына негізгі ұғымдар мен терминдерді толықтыру. Қазақ халқының дәстүрлері мен салттары, дәстүрлер мен салттардың бөлінуі, үйлену, құдалық, жекжаттық дәстүрлер, тәрбиелік дәстүрлер, тұрмыс салттық дәстүрлер, еңбек дәстүрлері, діни дәстүрлер, наурыз мейрамы және қазақтың халық білімдері сөздерінің мағынасын жазып толықтырамыз. Келесі. Толеранттылық, келісім, бейбітшілік, дәстүр, дін, тарих, мәдениет, тәуелсіздік сөздерін алып, 2 шумақ өлең шығарамыз. Осы тапсырмаларды дәптерлеріңізге орындайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.